Ол тәрбиесі болашақ азаматты қалыптастыру. Анасының мейірімі мен әкесінің мінезі оның жүрегінде іргетас болып қалады. Бүгін біз ол баланы рухани да, мінездік жағынан да мықты етіп өсіруге көмектесетін ең маңызды, ең тиімді әдістерді талқылаймыз. Ол бала көбіне сөзден емес, көргенінен үйренеді. Әкесі қалай сөйлейді, анасы қалай сабыр сақтайды, дәл сол мінез оның бойына біртіндеп сіңеді. Сондықтан ұлға беретін ең алғашқы тәрбие өз ісіңмен өнеге болу. Жауапкершілік ұлдың ер жету жолындағы ең маңызды мектеп. Үйдегі кішкентай тапсырмалар, мынаған сен жауаптысың деген сенім, оның ішкі күшін оятады. Өзіне сенгенін сезген бала тез есейеді. Ер азаматтың күші дауыс көтеруде емес, сабырында. Ол балаға қиын сәтте асықпай ойлануды, эмоциясын бақылауды үйрету үлкен қасиет. Сабырлы мінез оның өмір жолында тірек болады. Ол баланың табиғаты күш пен қабілетке ұмтылады. Сондықтан спорт, техникалық ойлау, қолөнер, тіпті атқа міну әрі де оның ертеңгі сенімділігін арттырады. Маңыздысы, оның қызығушылығын тауып қолдау. Қандай батыл, қандай ер мінезді болып өссе де, әр ұл бала мейірімге зәру. Жылы сөз, жұмсақ дауыс, мен саған сенемін деген тіркестер оның ішкі әлемін тыныштандырады. Мейірімі бар бала жүрегі кең азамат болады. Ол балаға айқын ереже керек, не болады, не болмайды нақты. Бірақ ең маңыздысы, бұл тәртіптің әділ болуы. Әділдік көрген бала да айналасына әділ болуға үйренеді, дұрыс шешім қабылдауға дағдыланады. Еңбектен қашпаған бала ешқашан әлсіз болмайды. Үй шаруасындағы кішкентай істер, өз затын өзі реттеу оның ертеңгі жауапкершілігін арттыратын қарапайым, бірақ өте маңызды қадамдар. Нағыз ер сезімін жасырып жүретін адам емес, эмоциясын түсініп, дұрыс жеткізе алатын адам. Ол балаға ашуын, қуанышын, ренішін сөзбен айтуды үйрету, оның болашақ қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырады. Ол тәрбиесі ұзақ, бірақ өте маңызды сапар. Әр айтқан сөзіңіз, әр көрсеткен мейіріміңіз, әр жасаған кішкентай қадамыңыз оның тағдырына әсер етеді. Бүгінгі аялы тәрбие ертеңгі дана, сабырлы, мейірімді азамат. Егер қазақ тіліндегі сапалы контентті қолдағыңыз келсе, арнаға жазылып, видеоларымызды қарауды ұмытпаңыз. Әр жазылу қазақ мәдениетін қолдаудың жолы.